Баршаңызға сәлем достар. Алтын алма каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі бал татитын, ең нәзік, 5 ингредиенттен ғана әзірленетін бәліштің рецептін ұсынбақшымын. Рецептке көшпес бұрын видеоның астындағы қызыл батырманы басып, каналға тіркеліңіздер және де комментарийға өз пікіріңізді қалдырыңыз. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге дайындаңыздар. Сіздерге ұнайтынына сенемін. Бөлме температурасында тұрған 4 жұмыртқаның үстіне қантты бөліктерге бөліп сала отырып, миксерлей бастаймыз. Миксерлеуді тоқтатпай, қантты қосып отыру керек. Нәтижесінде қант пен жұмыртқа бір-бірімен жақсы бірігіп, көпіріп, аппақ массаға айналады. Сол кезде миксерлеуді доғарып, осы массаның үстіне сұйық майды құямыз. Кейін бөлек ыдыста құрғақ ингредиенттерді, атап айтқанда ұн мен қопсытқышты араластырып аламыз. Егер де сіз шоколадты пирогты ұнататын болсаңыз, онда ұнның кішкене бөлігін какао ұнтағымен алмастырсаңыз болады. Бәлішіңіздің үлпілдек болып шыққанын қаласаңыз, онда ұнды берілген мөлшерден көп салмауға тырысыңыз. Және де ескере өтетін жайт, ұнды да барлығын емес, бөліктерге бөліп жұмыртқалы массаға қосқан дұрыс. Менің қамырымның қоюлығы видеода көрсетілгендей болып шықты. Енді оны алдын ала дайын тұрған 20-22 диаметрлік форманың ішіне құйып, тегістеп, пешке жібереміз. 180 градуста 20-25 минут шамасында пісіру керек. Бәліштің піскен-піспегендігін ағаш таяқшаны тығып тексере аламыз. Егер пирогтың ортасына тығылған таяқшамыз толықтай құрғақ болып шықса, ол пирогтың дайындығын білдіреді. Пирогты 10-15 минут шамасында формада суытып, кейін одан шығарып, кесуге болады. Және де оны шайға арналған тәтті ретінде де, тортқа арналған бисквит ретінде қолдансаңыз да өз еркіңіз. Менің арнамнан түрлі бисквиттердің рецепттерін таба аласыздар. Бұл үшін видеоның оң жақ бұрышындағы сілтемені басуларыңызды сұраймын. Видео көңіліңізден шықты деген ойдамын. Міндетті түрде осы бәлішті дайындап, отбасыңызды қуантыңыздар.